Сәлем, мен сізге бүгін өте сочный болып шығатын бауырдан жасалған котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бауыр керек. Мен қойдың бауырын алдым да жақсылап мясорубкадан өткізіп алдым, ет тартқыштан. Егер де сіз қаласаңыз, блендерді араластырсаңыз болады, майдаласаңыз болады. Үстіне мясорубкадан өткізілген сәбізді, чеснокты, пиязды араластырамыз да, жақсылап бір араластырып жіберіп, үстіне жұмыртқа саламыз. Кейіннен үстіне сүт құямыз, тұз, бұрыш, өзіңізге қалаған приправаны салып, жақсылап араластырыласыздар. Барлығында қанша грамм, қанша зат керек екенін мен описанияға міндетті түрде қалдыратын боламын. Үстіне ұнды саламыз. Ұнды сразу салмай, аз-аздан салып, дәл осындай консистенция болған кезде қызып тұрған майда осылай екі жағын қызартып 5-10 минут пісіріп аласыздар, қыздар. Өте оңай, дәмі керемет, тіпті бауыр жемеймін деген адамдардың өзі жақсы көріп сүйсініп жейтін котлеттеріміз дайын, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп қойсаңыздар, осы бауырдан тортты қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпайық, қыздар.